Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен тағы да мен Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Егер сіз менің каналыма бірінші рет кірген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз және қалған мына видеоларды қарап шығыңыздар. Ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз, астына комментарий жазыңыз және осы каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен кезекті видео құтқару операциясы деп аталады. Біз Бірсуат көліне балық аулауға барған болатынбыз 2022 жылы. Астана қаласында күн жақсы болып тұрды, бірақ о жақта күн боран болып кетті. Жол жоқ. Жолды өзіміз салдық және жолда баттық. Ошын қызықтың бәрі осы видеода көретін боласыздар. Сонымен кеттік. Жаңа жерге келдік. Бірсуат деп аталады. Бірақ онымен ештеме жоқ. Сағат 7-де келдік. Міне машинамен уже мұз үстінде жүрік. Міне машина. Мұз 30-35 сантиметр қалыңдығы. Қазір 11:30 болды. Әлі ештеме түскен жоқ. Нелер тұр. Қазір солар тексеріп шығайын деп жатыр. Барлығы тұр, ешқайсы да бірде-бір көтерілген жоқ. Балаттың ішінде кішкентай балық ұстаймыз деген ол да болмай жатыр. Білмеймін, неден екен. Түсініксіз. Мен бірінші рет келіппін Бірсуат дейтін жерге. Бұл жерде қай жерінде әйтеуір Көксеркеде бар, бұл жерде Шортан да бар. Қандай отчеттар келеді группалардан, сол кезде ұстап жатады адамдар. Мен мүлде ұстай алмай. Анау жаңадағы біреулер бар. Сізге көрінейін ба? В общем, тұман болып тұр ғой, тұман. Қасымда жеңіс бар. Бұл көл ақылы және тегін емес, ақша төлеу керек. Андай путевка алу керек, ошым айтқан кезде. Сондай. Білмеймін, сағат 11:30 болды, не істеймін. Әбетке дейін күтіп, әбеттен кейін кететін шығар, бұл егер болмаса. Мүлде нөл ғой, бірде-бір не болған жоқ. Неден екен түсініксіз, дұрыс емес жерге тұрып қалдым ба? Сағат 3 болды. Мінекей біз мана жердегі палатканы жинап, мына жағада кісілер тұрған, соларға барып сұрақ келген мен. Ұстадыңыздар ма деп. О кісілер нормально ұстапты. 3 шортан ба солай. Сосын біз ол орыннан бері қарта ауысып келдік. Заттардың бәрін жинап, мына палатканы осылай төбесіне байлап алдым, машинаның төбесіне. Осы жерге келдік. Сағат 12-де жақта жиналдық. Осы жерге бәрін қойып болғанша 1:30 болды сағат. Осы жерде 1:30 сағаттай болдық. Әлі дым көтерілген жоқ. Солай білмеймін, бүгін мүлде вообще балық ұстамадық қой. Жеңіс бір балық ұстады, неге палаткада отырып кішкентай тірі балық болды. Мүлде жоқ, түрткенде жоқ, бір жалау көтерілген жоқ. Білмеймін не екенін. Жаңа орын Бірсуат деп аталады. Маған ұнап тұрған жоқ, білмеймін. Мүмкін ауа райынан шығар, мүмкін басқадан. Сонымен солай жоқ. Обед ішіп алдық машинаның ішінде. Солай білмеймін. Вообще мүлде бұйырып отыр. Күн суық, соның кесірі ма? Мен сосын ауа райын қараған кезде мен шатасып кетіппін. Астананың ауа райын қарағам ғой, баратын жердің ауа райын қарау керек екен. Астана күшті жылы болып тұр да, мына жер суық. Астанамен салыстырған Астанада қазір 14-15 градус болу керек бүгін. Мына жерде 22 болып тұр ғой. Және жел. В общем, солай. Көп нәрсе ескеретін болам осы шыққаннан кейін. Палаткаға пеш алу керек, ол бір. Содан басталып кете береді ғой. Жаңа орын іздегенде, оны да жаңа жерге барған кезде де оны біліп, адамдарға сұрап келу керек екен. Әйтпесе бірден былай келе салуға болмайды екен. Бөлім тартылмайды ғой. Пася. Nissan Tiran'ın
Сағат дейін 6. Жігіттердің әнін істеп жатыр. Көріне ме екен видеодан? Көріне ме екен видеодан, дауысым естіле ме екен білмеймін енді. Әлі 2 сағатте ме, 1,5 сағатте болды. Машинаны тарта алмай жатыр. Тартсақ трос үзіліп жатыр. Жердің бәрін қазып. Балық аулау емес, не болды бұл? Лексус аулау болды. Мәсі ал көрейік. Базар жоқ, базар жоқ. Аха. Тартты. Қақарым. Анжыды баш жүйі көрек еміз. Жаңа осындай жер тұрып қаламыз негіз. Сонымен жаңа видеода көргендеріңіздей балық аулауымыз осылай өтті. Ешқандай балық түспеді. Білмеймін, ауа райына байланысты ма, мүмкін дұрыс емес жерге тұрдық па, о жерде балық жоқ па, білмеймін не себепті екенін. Бірақ бізге балық түспеді. Мен бұл бірінші рет барып тұрмын осы көлге, сондықтан білмеймін, екінші рет тағы барып көретін шығармын, бірақ та маған ұнамады. Қалада, Астана қаласында күн керемет, жел ештеме жоқ болып тұрған. Біз сол жаққа барған кезде қаладан шамамен 80 километр ма, 80 километрдей жер. Ол жақта кәдімгідей ақ боран ғой, дым көрінбейді, жол баспаған, әйтеуір қиналып жаңағы машинаны тартып келдік. Сіздерге айтарым, машиналарыңызға егер балыққа баратын болсаңыздар, міндетті түрде күрек алып жүріңіздер және жаңағыдай трос алып жүріңіздер. Неше түрлі жағдай болып қалуы мүмкін, сол себепті сіздер каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар, аман болыңыздар, сау болыңыздар.